Семейге саяхатқа шықтым. Я таптым. Семей мынау Шығыс Қазақстан облысында. Міне көрсетемін. Мен Семейге саяхатқа шықтым. Қаламаған қатты ұнайды. Сапарымыз басталды. Бұл Семейдің әдемі аралдарының бірі. Осы аралдан кейін біз Бейбітшілік аралына барамыз. Бұл Семейдің өлкетану музейі. Келіңіздер, тарихымызды бірге зерттейік. Вау, бұл жер сондай тыныш әрі ерекше екен. Мен мұнда келгеніме қатты қуаныштымын. Мынау Абай атамыздың өмір сүрген ой толғаған жері ғой. Абай ата қазақтың ұлы ақыны. Ол бізге білімді болуды, жақсы адам болды үйреткен дейді. Мен кішкентай қозы болсам да, оның өлеңдерін тыңдап көп нәрсе үйренгім келеді. Шіркін, мен әбе атам сияқты ақылды сабыр болсам ғой, бұл музейде әр заттың өз тарихы бар сияқты, мен бәрін мұқият қарап шығамын. Ал бұл Семейдің әдемі мешіті екен. Мен мұнда қатты дауыстап сөйлемеймін, өйткені бұл тыныштық пен құрмет орны. Ал енді Семейден Алакөлге жол тартамын. Міне, келе жатырмын. Вау, Алакөлге жеттік. Міне, Алакөлге де жеттік, қандай әдемі. Алакөлдің арбатын бір аралап қайтайық. Қандай әдемі жерлер бар. Мына жақта түрлі дүкендер мен кафелер бар. Ал мұнда балаларға арналған ойын алаңы. Расында өте әдемі жер екен. Бұл Алакөлдің аралы. Бұл жаққа туристер көп келеді. Туристердің демалатын орны адамдар өте қуанышты. Керемет! Бәріңе рахмет! Қозы бұйраның Семен Алакөлдегі қызықты саяхаты аяқталды. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Келесі серияда біз жаңа қалаға аттанамыз.